Заман талабына сай, ғылым мен техника қарқынды дамып, қоғамдық сана өзгерді. Жаңа терминдер, жаңа құндылықтар пайда болды. Ең бастысы, білім мен ғылымның орны айқындалды. Қазіргі таңда мемлекеттің экономикалық дамуын, әлеуметтік жетілуін, халқының интеллектуалдық капиталы көрсетеді. Бүгінгі таңда еліміздегі экономика институты осы мәселеге қатысты ғылыми жобасын жүргізуде. Бұл жоба 2020-2022 жылдарға арналған ғылыми жобалар бойынша жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру конкурсын жеңіп алған болатын. 2020 және 2022 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының өңірлеріндегі зияткерлік әлеует бағалау және даму перспективалары атты жас ғалымдарға арналған бағдарлама туралы айтатын болсақ, оның негізгі мақсаты осы Қазақстан Республикасындағы зияткерлік әлеуеттің деңгейін бағалау аймақтар бойынша және оның даму перспективаларын беру. Жалпы бұл тақырып өзекті болып табылады, себебі қазіргі бүкіл әлемде Қазақстанда экономикалық дамуға байланысты жаңа экономикалық дәуір, жаңа экономикалық қарқынды даму, ақпараттық революция, инновациялық экономика, интеллектуалды экономика сияқты жаңа даму трендтері арқасында Қазақстанның экономикасын жаңа экономикалық дамуға көтеру болып табылады. Сол себепті бұл тақырып өзекті. Жалпы мемлекеттік бағдарламаларды алып қарасақ, Қазақстан Республикасы елбасының жолдауы, Қазақстан Республикасының президентінің соңғы жолдауында тұрғылықты халық арасында білімді дамыту, ғылымды дамыту, ғылымның қаржыландыру деңгейін 1%-ға жеткізу, инновацияны дамыту, технология, индустрия, өндіріс, шикізатқа бағытталған емес, оны дайын өнімді шығаруға бағытталған өндірісті дамыту көзделіп отыр. Осы бағдарламалардың түп негізі білім болып табылады. Білім және адамның интеллектісі. Сол себепті бұл тақырып маңызды. Жоба аясында қандай жұмыстар жүргізілді? Жалпы интеллектуалды әлеует дегеніміз не? Дәл осы сұраққа маман былай деп жауап береді. Бірінші кезең бойынша біз теориялық аспектілерді зерттеген болатынбыз. Яғни интеллектуалды әлеуеттің қалыптасу принциптері, ережелері, ұйымдастыру шарттары, авторлар тұрғысынан интеллектуалды әлеуетке авторлық анықтама берілген болатын. Біздің көзқарас бойынша интеллектуалды әлеует дегеніміз ол адамның туа біткен өзіне сіңірген қабілеттіліктерді болашақта ғылым, инновация, мәдениет салаларында жетістіктерді ойлап таба алса, яғни осы таба алу ресурстарының жиынтығы болып табылады. Сонда интеллектуалды әлеует адам туғаннан бастап қалыптасады деп көздейміз. Біздің зерттеу жұмысы аясында интеллектуалды әлеуетті 4 түрлі компонентке бөліп қарастырамыз. Ол инновация, білім, ғылым және мәдениет. Көптеген зерттеулерде, шетелдік зерттеулерде осы интеллектуалды әлеуетті қарастырғанда тек білім мен ғылымға назар аударады. Ал ресейлік экономист ғалымдар оған қосалқы факторларды қосады. Біз не себепті мәдениетті қосты? Себебі жаңа айтып кеткендей, интеллектуалды ұлт болу үшін адам өзін жан-жақты дамыту керек. Білім жағынан, инновация жағынан, мәдени, рухани даму жағынан. Сонда осы бүкіл 4 компонентті біріктіргенде адам өзін экономикалық өсуге үлесін қоса алатындай тұлға ретінде санайды. Ғылыми жобаның бірінші жылында интеллектуалдық әлеуетті дамытуға септесетін Қазақстан аймақтарына зерттеулер жүргізілген. Аймақтар осы көрсеткіштер бойынша математикалық көпфакторлы индекстеу арқылы бағаланып, олардың авторлық методикасы берілген. Бірінші жылдың қорытындылары бойынша авторлық не бердік, анықтама бердік. Сосын Қазақстан Республикасының өңірлердегі осы 4 компонент бойынша статистикалық мәліметтерді зерттедік. Қай аймақтар жақсы дамыған, қай аймақтар әлсіз дамыған. Және соңында біз осы интеллектуалды әлеуетті бағалаудың авторлық методикасын берген болатынбыз. Яғни математикалық, көпфакторлы бағалау, индекстеу әдісі арқылы бағалау жүргізілді. 2021 жылы осы авторлық методиканы алып, біз өңірлердің интеллектуалдық әлеуетін бағалау жүргіздік. Бағалау нәтижесі бойынша кей аймақтарда, мысалы, Алматы қаласы, Шымкент қаласы, Нұр-Сұлтан қалаларында интеллектуалды әлеуеттің дамуына көптеген алғышарттар бар. Ал экономикалық
әлеуметтік жағдайлар төмен, халықтың табысы төмен және өмір сүру жағдайы нашарлау, медицина, білім салалары төмен аймақтарда интеллектуалды әлеует сәйкесінше төмен болғанына көзіміз жетті. Осы бағалау нәтижесінде біз свод талдау жасадық, мазмұнды талдау жасадық. Соның нәтижесі бойынша біз осы Қазақстан Республикасында интеллектуалды әлеуеттің даму деңгейі бір қалыпты емес, әртүрлі, яғни дамыған аймақтар бар және әлсіз аймақтар бар екенін анықтадық. Ең бірінші институционалды институт интеллектуалды әлеуетке әсер ететін ол мемлекет болып табылады. Себебі мемлекеттік бағдарламалар арқылы біз интеллектуалды әлеуетті нүктелі түрде дамуға әсер ете аламыз.